Петропавлда облыстық прокуратура қызметкерлерінің ұйымдастыруымен мүмкіндігі шектеулі жандардың қолымен жасаған бұйымдардың жәрмеңкесі өтті. Барлық жасалған қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Ұйымдастырушылар бұл жәрмеңке арқылы жарым жандардың өзге адамдардан еш айырмашылығы жоқ екенін көрсеткіміз келді дейді. Основная цель. Жыл басынан бері облыс прокуратурасында барлығына жұмыс атты жоба жүзеге асырылған. Жобаның мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа орналастыру болып табылады. Бұл жоба біздің облыста бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Осы жоба аясында 3-ші акциямызды өткізіп отырмыз. Алдыңғы 2 акциямыз Рахмет сауда үйінің қасында өтсе, осы жолғы Евразиялық базардың алдында өтіп жатыр. Бүгін мүмкіндігі шектеулі жандардың қолмен жасаған әртүрлі бұйымдары қойылып отыр. Суреттер ағаштан жасалған әртүрлі маталардан жасалған бұйымдар жатады. Бүгінгі жәрмеңкеде 15-ке жоқ мүмкіндігі шектеулі жандардың қолөнер бұйымдары қойылған. Арасында әртүрлі қолмен тігілген суреттер, кішкентай қыз балаларға арналған әшекейлер мен қазақ дәстүріндегі төркөрпелер, дорбалар да бар. Ашылғанына 1 жыл болса да, біз барлығы сияқтымыз қоғамдық ұйымының адамдары осы жәрмеңкеге қатысып отыр. Ұйым төрағасының сөзінше, кез келген адам қандай жағдайға тап болмасын, қолынан келгенше жұмыс істей алады. Наши цели дать людям понять, что біздің мақсатымыз барлық шектеулі адамдарға жігер беру. Барлығы тек адамның өзіне байланысты. Үйде отырып та ақша табуға болады. Келесі аптада сенбі күні ең бірінші дүкенімізді ашайық деп отырмыз. Кез келген жарым жандар өз қолөнер бұйымдарын бізге әкеліп тапсыра алады. Алдағы уақытта олармен жұмыс жасап, бизнес тренингтер өткізіп, барынша қолымыздан келгенше қайратты болуға үйретеміз. Қоғамдық ұйым төрағасы Сергей Сапко алдағы уақытта қаладағы бірнеше сауда нүктелерімен келісімшарт жасайтындығын айтады. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында шағын және орта бизнесті дамытып, үлкен сауда орталығын ашу жоспарында бар. Алима Рахматулла, Данияр Темірғалиев, Первый Северный телеарнасы.